балалар, тұрмандар, бізде қызық думан бар. Әжеміздің алуан ертегісін тыңдаңдар. Ерте екен, ешкі жүні бөрте екен. Ертегі сөз қашанда тамашаның көркі екен. Түрлі ертегі тұла бойды ертеді. Ертеде өткен ерлердің ерлігісін шертеді. Сәлем балалар, эфирде теле балапан бағдарламасы. Достар, көңіл күйлерің қалай? Сендермен Ұлытау теле арнасында қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Амансыңдар ма, менің кішкентай көрермендерім, ертегіні жақсы көретін балапандарым. Әже, сіз бүгін бізге қандай ертегі оқып бересіз? Менің ақылды құлыншақтарым, мен бүгін өздеріңе 6 жасар алпамыс деген ертегіні оқып беремін. Тыңдауға дайынсыңдар ма? Әрине әже, біз тыңдауға дайынбыз. Біздің көрермен достарымыз да ертегі тыңдауға дайын отыр. Ақылдыларым сол, жайғасып отырып алыңдар. Ал ендеше бастайық. Қиялдаймыз, самғаймыз, кең әлемде шарлаймыз. Ертегісін әжемнің тыңдаудан біз талмаймыз. Алты жасар алпамыс, қазақ халық ертегісі. Баяғы заманда Жүзбай деген бір бай болыпты. Оның алпамыс деген жалғыз ұлы бар еді. Бір күні Жүзбайдың жылқысына жау шауып, үйір-үйірімен айдап әкетеді. Жүзбай сонда баласына ақыл салып: «Ау балам, мен қартайдым, сен жылқының соңынан қуып барып, жаудан кек ала аласың ба? Оған шамаң бар ма?» деп сұрайды. 6 жасар алпамыс бала болса да батыр еді. Жылқысын шауып кеткеніне шамданып, өзінің бай шұбарын ұстап мініп, ешкіммен сөйлеспей, жылқы соңынан жөней береді. Алпамыстың аттанғанын қалмақтың ханы түсінде көріп, ел жұртын жиып алып, көрген түсін халқына баяндайды. «Мен бүгін бір түс көрдім, көп қиындық іс көрдім. Заманым қағынды, қағынғандай не қылды? Қара бұқа бура боп, қарсы қарап шабынды. Тұлымымды тұл қылып, айдарлымды құл қылып, солқылдаған мырзамды табанға салып жүн қылды. Қамшымен ұрып жон тілді». Сонда ақсақалдар патшаның түсін жорып, Жүзбайдың баласы 6 жасар алпамыс келіп, осы жұртты алар дейді. Патша сол алпамыс осында келмей тұрып, оны қолға түсіріп алып келетін талапкер бар ма деп халқына жар салады. Сонда бір кемпір патшаға келіп: «Маған бір отау тігіп, 40 қыз жиып бер, алпамысты қолға түсірейік» дейді. Патша мұнысын мақұл көріп, айтқанының бәрін дайындайды. Кемпір алпамыстың келетін жолын тосады. Ол 40 қызы 40 отауға отырғызады. Сол уақытта алпамыс та жақындап келіп қалады. Алпамыстың аты кемпірді біліп, жүрмей тұрып алады. Алпамыстың ашуы келіп, Байшұбарды қамшылай бастайды. Байшұбар сонда да жүрмей, тізерлеп жата қалады. Қасына кемпір келіп: «Әй балам, атың жүрмесе шаршаған шығар. Сенің жолыңа қарап 40 қыз күні түні күтуде, тезірек бар» дейді. Алпамыс қыз деген сөзді естіген соң атын тастап жүре береді. Келіп отауға кірсе, 40 қыз отыр екен.
қолдарында бір кесе қымыз бар. Қыздардың әрқайсысы кезек назданып Алпамысқа қымыз береді. Ақыры Алпамыстың бойы балқып ұйықтап қалады. 40 қыз оны көтеріп апарып зынданға салып, атын патшаға апарып береді. Күн артынан күн өтеді. Алпамыс зынданда жата береді. Бір күні Алпамыстың төбесінен бір топ қаз ұшып өтеді. Алпамыс қаздарды шақырады. Олар оның қасына ұшып келеді. Қаздар бұдан: "Кімсің? Не қылып жатқан адамсың?" деп сұрайды. Алпамыс: "Мен Алпамыспын" дейді. Қаздар: "Алпамыс болсаң, жатқаныңнан тұрма" деп кете барады. Ең соңында бір қаз бөлек ұшып бара жатыр екен. Жалынып соны шақырады. Қаз келіп: "Не дейсің?" дейді. Қараса, қаздың бір көзі соқыр екен. "Әй, қаз, көзіңе не болған?" дейді Алпамыс. Қаз: "Жас кезімде анамды бір мерген атып алыпты. Жетім сорлы көп қазға келсем, ештеңе жегізбей, мені жетімсініп, көзімді шұқып алды. Аузы күйген үрімшер дегендей, көп қаздан қалыс жеке ұшамын. Жалғыз көзден айырылып өлейін бе" депті. Сонда Алпамыс: "Сенің қанатыңның астына хат жазайын. Сен Қоғалы көлге барып қон. Менің қарындасым Қарлығаш сонда құс салып жүрген шығар. Құсы сені ілер. Қанатыңдағы қатты көріп, сені өлтірмес" дейді. Қаз Алпамыстың осы айтқан сөзімен ұшып кете береді. Қарлығаш Қоғалы көлге барып құс салады. Оның құсы сол қазды іледі. Ұсталған қаз тулағанда қанатындағы хат ұшып түседі. Қарлығаш ағасының сәлемін оқығаннан кейін қолындағы сұңқарды құсқа салмай, көзінің жасы ат жалын жуып елге қайтады. Қарлығаш үйіне бармай, жылаған бойымен Қарабай досына хабарлайын деп келе жатады. Келе жатқан Қарлығашты көріп, Қарабай отын астына жасырынып қалады. Қарлығаш келе: "Қарабай, қайдасың? Алпамыстан хат келді" деп дауыстайды. Қарабай отын астынан шығып, Қарлығаштың қолындағы хатты алып оқиды. "Мен іздеп барамын" деп, дереу 10 түйеге азық арттырып, 40 құлаш жібек арқан алып, бірнеше күн жол жүріп, Алпамыс жатқан зынданның басына келеді. Алпамыс: "Қайдасың?" деп шақырады. Ешбір дыбыс болмады. Қарабай досы: "Егер тірі болса дыбыс берер еді-ау, өлген шығар" деп зар жылап отырып қалады. Көзінің жасы зынданда ұйықтап жатқан Алпамыстың бетіне тамғанда, "Бұл немене?" деп Алпамыс шошып оянады. Көзін ашып қараса, досы Қарабай зынданның басына келіп, көзінің жасын көл қылып, сақалын су қылып жылап отыр екен. Алпамыс досынан: "Аман есенсің бе?" деп хал сұрайды. Қарабай досына тамақ беріп, қуаттандырып, 40 құлаш жібек арқанды салып, арқаннан ұстатып, тартып шығармақшы болады. Зынданның жарым ортасына келгенде Алпамысқа: "Бұл Қарабай досым кемпірдің асы, келіннің тойында әзіл сөз қылып, құдықта өлейін деп жатқаныңда тірілтіп алмадым ба" деп бетіме салық қылар деген ой келеді. Содан кейін өлсем өз жайыма өлейін деп жібек арқанды кездікпен кесіп жібереді де зынданның түбіне қайта түседі. Қарабайдың арқаны үзіліп,
досын шығаруға лажы болмай, зарлап, зындан басында жылап қалады. Бір уақытта амалсыз еліне қайтады. Қалмақ ханының қой жайып жүрген бір қойшысы бар еді. Бағып жүрген қойларының ішінде хан қызының бір қоңырау тағып қойған серкесі бар екен. Сол серке Алпамыс жатқан зынданның қасында секіріп жүріп, абайсызда зынданға түсіп кетеді. Алпамыс ұстап алып жібермейді. Қойшының ашуы келіп, серкені шығар, егер шығармасаң, қазандай қара таспен ұрып өлтіремін дейді. Алпамыс, ұрсаң ұр, бірақ бермеймін дейді. Қойшы таспен ұра бастайды. Алпамыс ұрған тасын қайтадан өзіне лақтырып жібереді. Ақыры қойшы, егер серкені бермесең, мені патшаның қызы өлтіреді, бере көр деп жалынады. Сонда Алпамыс, күніне бір қойдан беріп тұрсаң, серкеңді жіберейін дейді. Қойшы мақұл деп, күніне бір қойдан бермекші болады. Қойшы осы уәдесімен күнде бір қойды Алпамысқа бере-бере, ақыры қойдың бәрін тауысады. Баяғы патшаның қызының серкесін де Алпамысқа береді. Сонда қойшы тұрып, мен енді қайтемін, өлетін болдым деп мұңын шағады. Қайғы жеме қойшы деп бір сыбызғыны қойшыға береді. Осы сыбызғыны кешке таман бір шалғын шөптің ішіне барып тарт. Оның даусын патшаның қызы естіп, жаныңа келер. Сонда мұны кім жасағанын сұрар. Сен табаныңды тіліп тұз құйса да айтпа дейді. Егер қоймай жалынса айтарсың, баяғы зындандағы адам жасады дерсің дейді. Қойшы Алпамыстың айтқанындай сыбызғы тартады. Ханның қызы келіп, мұны қайдан алдың деп сұрайды. Қойшы айтпайды. Қыз қойшының табанын тіліп тұз құяды, онда да айтпайды. Ақыры қыз жалынады. Қойшы кім жасағанын айтады. Қыз тұрып, соған мені алып бар дейді. Қойшы менің аяғым жүруге жарамайды деп отырып алады. Әбден лажы құрыған қыз қойшыны құдыққа дейін мойнына мінгізіп әкеледі. Алпамыс пен қыз бір-бірін көріп ғашық болады. Қыз, мен саған тиемін, бірақ сені қалай шығаруға болады дейді. Алпамыс қыздан, менің атым қайда деп сұрайды. Атың патшаның қолында. Ендеше диуананың киімін киіп, патшаның алдына бар. Ат мына белбеуді көрсе оқыранады. Сосын патша сені жақсы көріп оқыранды деп, саған бұл атты бағып бер, ақша беремін дер. Сонда сен ақшаның керегі жоқ, мен әшейін-ақ бағайын деп айтарсың дейді. Қыз Алпамыс айтқандай жаман киім киіп, патшаның алдына келеді. Ат оқыранып қоя береді. Қыз Алпамыс айтқанның бәрін айтады. Сонда патша өзінің қызы екенін байқамай, бақсам бақ деп атты қолына береді. Қыз атты шешіп қоя береді. Ат шауып отырып, тура Алпамыс жатқан құдыққа келеді. Келіп, көзінің жасын мөлт-мөлт еткізіп, құдықтың қасында тұрады. Алпамыс атына қарап, мені мына шұңқырдан шығару үшін құйрығыңды шұңқырға сал деп түсіндіреді. Атының құйрығынан ұстап құдықтан шығады. Кешке таман қойшы үшеуі қосылып, қалмаққа келіп тиіп,
жау шапқандай қылып, патшаны орнында өлтіріп, барлық малын жинап алып, айдап жүре береді. Олар 10 шақты күн жол жүріп, аман есен еліне жетеді. Әже, оққан ертегіңіз маған ұнады. Достар, тыңдаған ертең желісі бойынша салған суреттерді бізге жіберді. Ұмытпаңдар. Достар, біздің бүгінгі хабарымыз аяқталып қалды. Келесі жүздескенше, достар. Ертегі кешінде кездескенше, менің ақылды кішкентай балапандарым, сау болыңдар.